Шетел жаңалықтары Молдованы да түрлі түсті төңкерістің елесі бір кезіп өткендей болды. Орталық сайлау комиссиясының алдына жиналған мыңдаған адам президент сайлауының нәтижесімен келіспейтінін білдірді. Жексенбі күні бұл елде өткен сайлауда социалистер партиясының жетекшісі ресейшіл Игорь Дадон 52% дауыс жинап жеңіске жеткен еді. Молдованың түрлі түсті туын желбіретіп, наразылық білдіргендер сайлауда жеңіліп қалған Майя Сандудың жақтастары. Жиналғандар сайлау кезінде көптеген заң бұзушылықтар болған алға тартып, президент сайлауын қайта өткізуді талап етіп отыр. Себебі Париж, Лондон, Мәскеу мен Бухарестте бюллетендер жетпей қалып, жүздеген адамның дауысы ескерілмепті. Осыған орай Молдованың европалық бағытта дамуын көздеген Майя Санду орталық сайлау комиссиясының басшысы Алина Рус мен сыртқы істер министрі Андрей Галбураның отставкаға кетуін талап етті.